жазып беріңіздер. Ей. Қызықты авиациялық ақпараттар біздің арнада. Тіркеліңіз. Ассалаумалейкум достар. Кейбір әуежайлар жасанды су қоймаларының қасында және де көлдердің қасында орналасады. Соған орай көлдердің бетіне домалақ қара шарларды қояды. Оның себебі не деп ойлайсыздар? Білсеңіздер комментарийға жазып беріңіздер. Ей, мынау әкесі қалды. Мені телефон қаланың ортасына әкеп тастапты. Айтпақшы достар, қара көлеңкелі шарларды жалпы аэропорттың маңына құстарды жолатпау үшін қолданады. Және де көлдің тазалығын сақтау үшін, суын буланып кетпеу үшін оны қолданады. Айта кетейін, қызығы Қазақстанда әлі осындай тәсілді қолданбапты. Құстардың ұшаққа соқтығысуы ұшақтың кейбір бөлшектерін зақымдап, тіпті қозғалтқышты істен шығарып жіберуі мүмкін. Ал оның арты неге ұласатыны айтпасақ та қорқынышты. Достар, видеодағы ақпарат ұнаған болса арнаға тіркеліңіздер және де авиация саласына қызығатын достарыңызға міндетті түрде жіберіп қойыңыздар.